Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен жаппасай дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі ұсақ қып туралған ет, сәбіз ұсақ қып туралған, және қызыл бұрыш болгарский, және пияз. Аздаған біраз майымызды құямыз, сұйық майды табаға. Етті әбден қыздырып қуырамыз, суы тартылғанша. Етімізді әбден қуырып аламыз. Сосын үстіне пиязымызды саламыз, суы тартылғаннан кейін. Пияз бен ет екеуін жақсылап қуырамыз. Ол екеуі біраз қуырылғанша, сол кезде қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы суға тұзымызды саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, бешбармаққа дайындайтындай қылып, шелпек дайындаймыз. Қамырды жақсылап тұрып илейміз. Алдымен лопаткамен, сосын қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Мен қамырды бір рез илеп қойып, үстінен екінші рет тағы да бастым. Ие әбден қанғаны дұрыс болады. Ие әбден қанған, және қаттылау қылып илейсіз. Ие әбден қанғанында жақсы болады. Шаймамыз. Міне сарымсақпен етіміз тұшсетіліп болды. Енді үстіне сәбізіміз бен болгарский перецімізді ұсақ қып туралған саламызды әбден қуырамыз жақсылап. Тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Біраз қуырылғанға дейін. Сол уақытта жаймамызды жұқа қып жаямыз. Өте жұқа қып жайдым мен. Сонда өте жұқа қып жайсаңыз тез піседі, буға піскеннен кейін өте дәмді болады. Жайып алғаннан кейін ортасында жәнегі сәбізіміз бен переціміздің үстіне бір қасық мен томатный паста қостым. Картошкасын салдым, және бір шай қасық паприка салдым. Сосын жақсылап араластырып, картошка мен 3-4 картошка ғана салдым, көп салмадым. Үстіне су құямыз. Мен 250 грамдық кружкамен бір кружка және жарты кружка құйдым. Сонда 300 грамдай су құйдым. Картошкадан сәл картошка батып тұрса болғаны суды. Картошка батып тұрса болғаны бетін жауып, сол уақытта қайнағанша қойып қоямыз. Ыстық су құйғандарыңыз дұрыс болады. Сол уақытта жәнегі жаймамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып жағамыз. Сұйық майды жақсылап жағып аламыз да, 4 бұрышты қылып, мантыға кескендей қылып кесеміз. Осы жаппасайды сіздерде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, прямо ауыздың еритін болады, керемет. Шелпектің дәмі өте жақсы болады. Өйткені май сіңген. Міне жөпшіға қамырымызды қазір бір келкі қылып 4 бұрышқа бөліп аламыз.
Не әдемілеп төртбұрышқа бөліп аламыз. Бұл жаппасайды бір рет жасап көрсеңіз, дәмін көргеннен соң тағы да жасай бергіңіз келеді. YouTube каналымда Алтынай Алипова десеңіз шығады. Жанында тіркеліп, жанында қоңыраушаны бассаңыз, все деген шығады. Сол всені бассаңыз, менің жаңадан шыққан видеомның барлығы сізге өзі келіп тұратын болады. Міне үстіне жәнегі жаймаларымызды саламыз. Майы жаққан жағын ішіне қарай қаратып, төмен қаратып саламыз. Бірінің үстіне бірін салып, толық салып шығамыз. Сосын бая отта 25-30 минут бая отта қайнатып алдым. Міне менің жаппасайым дайын. Қазір столға әкеліп, тарелкаға сала бастаймыз. Екіге бүктеп, тарелкаға салып алдым. Әдемілеп. Ыстық болады, дегенмен шыдауға болады. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген видеолармен сіздермен бөлісетін боламын. Әсіресе қонақтар келгенде ұсынсаңыз, таптырмайтын тағамдардың бірі. Дәмі тілі үйреді. Толық салып болғаннан кейін ыстықта болып жатыр. Ортасына жәнегі астындағы міне картошкасы да езілмей, еті де сол ой боп өте дәмді боп шығады. Міне жаппасай дайын.